Баршаларыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте оңай әрі қарапайым қолжетімді заттармен жасалатын дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен жұмыртқамызды суға пісіріп аламыз, кейін видеодағыдай қиғашынан турап шығу қажет. Егер сіздер көбірек жасайтын болсаңыздар, дәл осы мөлшерді 2-3 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Енді жұмыртқамызды ыдысқа салып, кейін ас көгімізді ұсақтап турайтын боламыз. Сонымен қатар салат жапырағын немесе пекинская капуста қоссаңыздар да болады. Келесі кезекте қызанағымызды турайтын боламыз. Дәл ортасынан бөліп, артық жерлерін алып тастап, видеода көрсетілгендей қиғашынан 3 бұрыш тәріздес қылып, сәл ірілеу етіп турап шығамыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписаться белгісін басып тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып кетулеріңізді сұраймын. Тазалап жуылған қиярымыздың артық жерлерін алып тастап, 4 бөлікке бөліп, видеодағыдай ұзынша етіп тураймыз. Енді осы қиярымызды ыдысқа салып, кейін жүгерімізді саламыз. Мен жарты банкіде, яғни 100 грамдай жүгері салдым. Егер сіздер көбірек жасаған болсаңыздар, онда 1 банкасын салсаңыздар да болады. Кейін дәміне қарай тұз және де 2 ас қасық майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Майонездің орнына қаймақ қосып жасасаңыздар да болады. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте оңай жасалады, әрі дәмді болып шығады. Тез жасап, ыдыстарға салып, дастарханға қойсаңыздар болады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, подписаться белгісін басып, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып кетуді ұмытпаңыздар.